Сарыарқаның сан ғасырлық тарихы енді Түркістан төрінде. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейінің қорығындағы бірегей жәдігерлер Әзірет Сұлтан музей қорығына жеткізіліп, көпшілік назарына ұсынылды. Көрмеде ежелгі дәуірден бастап Қарағандының кен өндірісі қалыптасқан кезеңге дейінгі тарихты қамтитын құнды жәдігерлер қойылған. Арқаның асыл мұрасы көрмесі 7 бөлімнен тұрады. Экспозицияда қала дәуірі, ерте темір дәуірі және орта ғасырларға тиесілі археологиялық жәдігерлер ұсынылған. Сонымен қатар Сарыарқаның қасиетті жерлері, қазақ халқының этнографиясы, қоянды жәрмеңкесінің тарихы мен арқа жерінен шыққан тарихи тұлғалар туралы материалдар қойылған. Киелі Түркістанымызға біздің келуімізде осы арқаның жақсы елімізден табылған, біздің өңірден табылған жәдігерлерді осы бүкіл Түркістанға келетін қауымның, келушілердің, туристердің назарына әкеліп таныстыру болатын. Көрменің бір бөлігі Қарағандының өндірістік тарихына арналған. Мұнда өткен ғасырдағы кеншілер пайдаланған гаска, шойын балға, қайла және қол шамдары сияқты еңбек құралдарын көруге болады. Айта кетейік, Түркістанда өтіп жатқан бұл көрме әзірге өзге өңірлерде ұйымдастырылған экспозициялармен салыстырғанда ауқымы жағынан ең ірісі. Шара барысында көрме қонақтарына тарихи жәдігерлер таныстырылып, олардың шығу тарихы мен маңызы түсіндірілді. Осы қыркүйек айында біз Көкшетау қаласына барамыз, сол жақтың жаңағы музейінде. Одан кейін солтүстік өңірлер Петропавл қаласының, Қостанайдың музейлері әзір болған кезде, дайын болған кезде ол жаққа да жоспарлап отырмыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай көшпелі көрмелер музей қорындағы құнды жәдігерлерді елдің әр өңіріне таныстыруға мүмкіндік береді. Ал арқаның асыл мұрасы арқылы Түркістан тұрғындары мен қонақтары орталық Қазақстанның тарихы мен мәдениетін бір жерден тамашалай алады. Саят Барқұл, Аружан Балғабайқызы, арнайы шындық ақпараттық порталынан.